Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып, арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Серік екеуміздің бас қосқанымызға 3 жыл болды. Бірақ үйлене салысымен күйеуім мені жөн жосықсыз боқтап, қол көтере бастады. Ашуланшақ, тітіркенгіш, сөз көтермейтін адам екен. Сөйлескім келіп, түсініспек болып қаншама рет әңгімеге тартсам да, онымнан түк шықпады. Шиден шегел шығарып, соңы ұрыс-керіспен мені аяусыз сабаумен аяқталатын. Жұмысым жақсы, жалақым жоғары, үйіміз тап-тұйнақтай, киімі таза, тамағы дәмді. Оның достары мені мақтап, қызға қарайды. Бірақ Серік достарының көзінше де мені қорлап кемсітетін. Құдай оңдағанда бізге бала бермеді. Алғашында бала болса шатақ мінезін қояр деп ойлайтынмын. Кейіннен ортақ баламыздың жоқтығына қуанатын болдым. Бірнеше рет одан кетіп те қалдым. Бірақ отбасымды бұзғым келмей қайтып оралып жүрдім. Мүмкін Серікті қатты сүйген шығармын. Қылықтарын кешіріп жүрдім. Басқа елмен жүретінін де білдім. Бірде оған хабарласып едім, телефонын бір қыз көтерді. Оны сұрасам, ұйықтап жатыр деді. Кім екенін білгім келіп еді, тұтқаны қоя салды. Үйге келгесін Серікпен сөйлеспек болып, әңгіме бастап едім. Ол жай танысым дегенді айтты. Ашушаң, қабағы әркес қатулы жүретін, томаға тұйық мінезімен Серік сөйлеспей қойды. Жұмыстан келеді, тамағын үнсіз отырып ішеді. Теледидар көреді. Жатқан жерінде ұйықтап қалады. Мені ашуғыза, жек көрушілік сезімі билеп, қызғаныш оты жанымды жегідей жеді. Меңзең күйде бірнеше күнді әрең өткіздім. Бір нәрсеге бейтараптық, немқұрайлық басып, бір күні адал әйел қағидасынан аттадым да кеттім. Жұмыста осы сендей аппақ келіншекті бір құшсам арманым жоқ деп әзілдеп жүретін Марат есімді жігітпен бірнеше сағатқа пәтер жалдап төсектес болдым. Ол да отбасылы жігіт. Еркектің қамқорлығын, махаббатын сезіндім. Басымды иығына қойып, өкіріп жылап та алдым. Ол шашымнан сүйіп, басымнан сипап отырды. Мен ондай жылылықты сезбегелі қашан. Сүйіп қосылған күйеуімнің мына бір бөтен еркек тәрізді қатынасының жоқтығы қатты қынжылтты. Өзімше барлық ашу-ызамды қайтарғандай болдым. Серіктің көзіне шөп салып, кегімді алатындай сезіндім. Серікке деген ренішім одан сайын ұлғая түсті. Осындай жағдайға жеткізгені үшін оған ренжідім. Осылайша ішімде бір нәрсе сырт етіп сынғандай болды. Осы жағдайдан соң бір ай өтпей күйеуімді тастадым. Әке-шешемнің үйіне кетіп тындым. Енді міне соңғы 2 айда күйеуім келгіштеп, соңымнан қалмай үйге қайт деп жүр. Көзінен жас шығарып, аңсу ішіп, енді бәрі басқаша болады деп жалынады. Бірақ оған сенуге бола ма? Бір рет сынған ыдыс қайта бүтіндеуге келе ме? Және оның көзіне шөп салған соң, мен үшін оның қадірі де түсіп қалғандай. Осыдан 2 жыл бұрын күйеуім жол апатынан қайтыс болып, 2 баламды жетектеп төркініме көшіп келдім. Күйеуіміз екеуміз бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Сыртымыздан қараған адамдар бізге қызыға да, қызғана да қарайтын. Екеуміз ауылдың махаббат тастанына айналдық. Бірақ менің бақытты күндерім ұзаққа созылмады. Тағдырымның жазғаны осы болар. Амал нешік. Төркініме келдім деп қуана да алмадым. Себебі үйде анаммен бірге, үлкен ағам өзінің отбасымен бірге тұратын. Олардың өздерінің 5 баласы бар. Оған мен 2 баламмен қосылдым. Бәрі де бір үйдің еркесі мен серкесі. Үйде күнде айқай-шу басталды. Балалар ойнап жүріп бір-бірімен төбелесіп қала беретін болды. Ал жеңгем болса, олардың ортасына түсіп, екеуміз ренжісіп қала беретін болдық. Анам менің сөзімді сөйлеп, жеңгемен ренжісіп қала беретін еді. Сөйтіп жүргенде Астанада жұмыс жасайтын сіңілім үйге еңбек демалысына шығып келді. Біздің жағдайымыздың шет жағасын ол да байқап қалды. Содан сіңілім маған мұнда не бітіресің, одан да Астанаға жүр. Сол жақта жұмыс жаса, ешкімге масыл болмай өз күніңді өзің көр. Мен саған көмектесемін. Балаларыңды да сол жаққа мектепке орналастырамыз, деп айтты. Анам, сіңілім
үшеуміз ақылдаса отырып, мен сіңіліммен бірге әсем қала Астанаға кететін болып шештім. Балаларымның мектепке баратын құжаттарын дайындап, мен де сіңіліммен бірге жолға шықтым. Астанаға барысымен сіңілім таныстарымен сөйлесіп, мені бір фирмаға есепші етіп жұмысқа орналастырды. Мен балаларыммен бірге сіңілімнің үйінде тұрып жаттым. Үйдің маңындағы мектептің біріне балаларды орналастырдым. Ауылдағы күнделікті кикілжіңнен құтылып, мамыржай өмір сүре бастадық. Күндеріміз қызыққа толы өтіп жатты. Біз төртеуміз бақытты едік. Сіңілім сөз арасында жігітінің 1 жылға шетелге кеткенін айтып жүрді. Алғашқыда мен оған көп мән бермейтінмін. Оның сөзінен, жүзінен балбыл жанған бақытты көріп, қызыға қарайтынмын. Алладан сіңілімнің бақытының баянды болуын тілейтінмін. Уақыт деген зымырап өте шығады екен. Көзді ашып жұмғанша 1 жылда өте шықты. Бір күні үйге жұмыстан келсем, үйде бір ер адамның аяқ киімі тұр. Алғашында туысымыз келген болар деп ойладым. Есіктен кіріп келсем, төрде ұзын бойлы, алып денелі, қыр мұрынды, қара торы келген жігіт отыр. Ол жігіттің сұлулығына ұзақ қарап тұрсам керек. Бір қарағанда менің бұрынғы күйеуіме ұқсап кетеді екен. Тура бір көз алдыма жолдасым қайта тіріліп келгендей. Денем дірілдеп, қалшиып тұрды да қалды. Сіңілім қасыма келіп, «Әпкетай, танысып қой, бұл сенің болашақ күйеу балаң», деді. Ол сөзді естігенде төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Себебі мен оның сіңілімнің жігіті болғанын қаламадым. Отырып бәріміз шай ішіп сөйлестік. Ол сіңіліме үлкен сүйіспеншілікпен қарайды. Екеуі болашаққа үлкен жоспарды құрып қойған екен. Сіңілім маған өзінің қуанышын айтып мәз-мейрам. Сіңілімнің жігіті алыс сапардан бәрімізге де сыйлық алып келіпті. Балаларым оған қуанып жүр. Олардың күлкісін көріп, мен де қуанып қалдым. Сол күннен бастап менің ойымнан сіңілімнің жігіті кетпей қойды. Жұмыста отырсам да соны ойлаймын. Үйге қарай асығамын. Үйге ол келіп, мені күтіп отырғандай болады. Ол бізді киноға барды. Әсем қала Астананы да аралатты. Күнде кешкісін сіңілімді жұмыстан және менің балаларымды мектептен алып қайтады. Олар мені де келіп алып кететін болды. Мен соған кәдімгідей үйреніп қалдым. Сөйтіп жүргенде балаларым жазғы демалысқа шықты. Оларды ауылға апарып тастау керек болды. Мен ауылға бармаудың амалын жасауға кірістім. Жұмыстан келіп сіңіліме, «Мені жұмыстан жібермей жатыр, бізде тексеру болады. Сен кішігірім бастықсың ғой, балаларды өзің апарып тастарсың», деп айтқан едім. Сіңілім бірден келісті. Жігіті оларды ауылға шығарып салды. Сіңілімнің ойында арам ойы жоқ. Жігітіне, мен жоқта менің апайыма барып жағдайын сұрап тұр. Жалғыз өзі іші пысып кетпесін. Сенбі күні апатайым бір тойға барады, кешкісін алып қайтарсын деп, жігітіне мені аманат етіп тастап кетіпті. Сіңілімнің жігіті күн сайын маған хабарласып, жағдайымды біліп тұрады. Қолы босағанда мені жұмыстан алып, үйге апарып тастайтын болды. Мен оның бұл үстіне қатты қуанып жүрдім. Өзімді оның қасында бақытты сезіндім. Ол сіңілімнің емес, тура бір менің жігітімдей қарайтын едім. Жұмыстағы бір құрбымның тойына бардым. Қыздармен отырып, шарапты біраз сілтеп жіберіппін. Өзімнің мас болып қалғанымды сыртқа шыққанда ғана білдім. Сіңілімнің жігіті сөзінде тұрып, мені үйге жеткізіп тастауға келді. Көліктің есігін ашып, мені тосып тұрды. Қасындағы қыздар оны көріп, маған қызыға қарады. Бетімнен сүйіп қоштасқан қыздар, «Жігітің ба?» деп сұрап үлгерді. Бірақ мен оларға сіңілімнің жігіті деп айта алмадым. «Иә» деп басымды изедім. Жол бойы ол сіңілім туралы айтып келеді. Оның бір сөзін естісем, екінші сөзіне мән берер емеспін. Басым айналып, жүрегім айнып зорға отырмын. Үйге келіп көліктен түсейін десем, аяғымды басалар емеспін. Өзімнің жүруге шамам келмей тұрғанын байқаған ол, дереу менің қолтығымнан сүйеп, үйге кіргізді. Диванға отырдым да, өкпем қысылып барады, менің қасымда болшы деп өтіндім. Тойға киген көйлегімді шешуге көмектесуін өтіндім. Ол ойында арамдығы жоқ, мені қысылып тұрған болар деген оймен көмектесті. Мастықпен сіңілімнің жігітін құшақтап сүйе бастадым. Ол менен мұндай әрекетті күтпесе керек. Шошып кетті.
Ол қанша менен сытылып шықпақ болды. Бірақ мен оның әлсіздігін пайдаландым. Еркек адам, әйел заты өзі мойнына асылғанда шыдай алмасы белгілі емес пе? Оны да алдамшы сезім жеңді ғой. Ол өзінің жасаған әрекетіне қатты қысылып, орнынан тұрды да, қазір саған су алып келемін, деп шығып кетті. Содан үйге қайтып келмеді. Біраз күн хабарласпай да кетті. Мен мастықпен жасаған әрекетіме қатты қысылдым. Бірақ мен оны әлі де жанымнан артық сүйемін. Сіңілім келетін күні ол маған қоңырау шалып, менің жаныма еш нәрседе айтпай-ақ қоялық. Бәрі де біздің арамызда қалсын. Мен сізді түсінемін, деп айтты. Сіңілім келді. Қазір олар тойдың қамына кірісіп кетті. Сіңілімнің ойында еш нәрсе жоқ. Маған сырын айтып, қуанып, мәз болып жүр. Ал менің болса жүрегім қанжылайды. Жаңа жылдан кейін олар үйленіп бөлек кетеді. Біз енді туыс боламыз. Мен оны сіңілімнен қатты қызғанамын. Өзімді әзер дегенде ұстаймын. Ол сіңілімнің қасына жақындап, күліп әңгіме айтқанын көргенде өзімді қоярға жер таппай кетемін. Олар үйленіп, үйлі болғанда қайтемін. Өзегімді өртеген махаббат отын естимін. Сол түннен кейін оған деген махаббатым күшейе түсті. Оған шын ғашық екенімді сездім. Әлде сіңіліме барлық шындықты айтсам ба екен? Шындықты айтып жеңілдеп қалар ма екем? Шындықты сіңіліме айтсам, ол мені түсінер ме екен? Сіңіліме айтқанмен де ол маған келмейтіні белгілі. Сіңілімнің жігіті менің оған деген сезімімді біледі. Білсе де білмеген кейіп танытады. Ал сіңілім одан мүлдем бейхабар. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.